Қайырлы күн жақсыларым, сіздер бұл видеода жөтелді мүлдем жұқтырмау тәсілдерін үйренесіз. Және де жұқтырған болсаңыз, қалай тез емдеп жіберуге болады, соны да айтатын боламын. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ескерту: адам әртүрлі себептермен жөтелуі мүмкін. Аллергиялық немесе ішкі органдардың созылмалы аурулары, мысалы жүрек ауруында да жөтеледі. Бұл видеода тек суық тию кезіндегі жөтелді емдеуді үйренеміз. Басқа кезде дәрігерге барып қаралғаныңыз жөн болады. Ең алдымен бізге осындай 5-тік немесе 10-дық шприц қажет болады. Жоқ, укол алу үшін емес. Қоғамдық орында немесе ауырған адамның қасында отырғаннан кейін жұқтырмас үшін мұрын қуысын тазалау үшін қажет. Дәріханадан 3% сутегінің асқын тотығын сатып аламыз. Таза, міндетті түрде шыны ыдысқа қайнаған суытылған жылы суды бір кесе қылдырып құямыз. Оның үстіне сутегінің асқын тотығының 20 тамшысын үлкен адамға, егер бала болса, 10 тамшы тамызатын боламыз. Оның үстіне бір шымшым тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқасын инесіз шприцпен ішіне суды тартып алып, әр танауды 3 реттен шаямыз. Осыдан кейін тұмаудың жұғу мүмкіндігі өте төмен болады. Танауы үнемі бітеліп жүретін гаймориті бар адамдар мұрнын осылай шайғаннан кейін бірден жағдай жақсарып басының ауырғаны қояды. Егер тұмауды жұқтырып алған болсаңыз және де танауыңыздан су ағып жүрсе, онда күніне 3 уақыт 3 реттен шаятын боламыз. Ал енді тамағыңыз ісіп, қышып, ауырып жатса не істейміз? Ең алдымен жылы киініп жүріп, мойнымызды жылы орап аламыз. Сол арқылы жергілікті иммунитеттің вирусты жеңуіне көмектесеміз. 1-2 тал қайлампырды таңертең кешке ауызға салып шайнау. Тамақ қатты қышыса 1 қасық лимон суын жұту. Көкшай ағашы майын мұрын қуысына, ангинаға жағу. Үйде қайсы бар немесе қай нәрсе қолжетімді соны жасаймыз. Ал егер олар көмектеспей жатса, хлоргексинмен тамағымызды шаямыз. Және де жалпы бойымыздағы иммунитетті көтеру керек. Ол үшін ыстық сорпаны көптеп ішеміз. Мысалы ет сорпасы, күріш сорпасы, көкөністі, тағы басқа сорпалар. Жылы немесе ыстық күйінде қолдан әртүрлі компоттар қайнатып ішеміз. Аяғымызды ыстық суға салып булауға да болады. Одан бөлек пайдалы ыстық шайлар мен жақсы көңіл күйде көмектеседі. Таңертең құйрық майды ертіп ішу деген қазақтың емі де бар. Ыстық сүтке 1 қасық бал, май салып, 1-2 тамшы йод араластырып ішсе де жақсы көмегін береді. Тұмау асқынып қақырық пайда болса, мынаны ішіп көріңіз. Қара желкеннің немесе апельсиннің ортасын ойып, бал салып, оған ішіне сарымсақты салып, 12 сағаттай тұндырып ішуге немесе құр өзін ішуге болады. Одан бөлек ағзамызда С витамин көбейтуге пияз, мандарин де көмектесе алады. Енді пайдалы шай жасап көрейік. Шайға лимон, зімбір, бал қосып араластырып ішсеңіз болады. Таңқурай тосабын шайға қосып ішу өте жақсы көмегін береді. Егер бал салатын болсаңыз, балыңыз табиғи болсын. Және де оны қайнап тұрған суға салуға болмайды, сәл суы керек. Дәріханада сатылатын пармелия шайы өте жақсы көмектеседі, тек балалар мен екіқабат әйелдерге ішуге болмайды. Ағзасында йод жетіспеушілігі бар адамдар болмашы суыққа тоңғақ келеді. Суық тию кезінде ыстық моншада жуыну ауруды қоздырады. Егер суық қатты тиіп, өкпеңізге өтіп жатса, саумал мен шұбат өте жақсы көмегін береді. Ондай кезде жатып қалу адамға өте қауіпті. Спортпен айналысып, жүгіріп, өкпені кеңейтетін жаттығуларды жасаған жөн. Дендеріңіз сау болсын. Егер жөтелді жақсы емдейтін әдісті білсеңіз, видеоның астына жазып отырыңыз. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.